Здравствуйте, ребята! 46-й урок «Мудрый Абай», Дана Абай. Ты научишься понимать основную информацию в текстах, писать предложения по теме. Сен мәтіндегі басты мәліметті түсініп үйренесің және тақырып бойынша сөйлемді жазасың. Упражнение первое. Послушай, тыңда. Не для забавы я слагаю стих, не выдумками наполняю стих. Для чутких слухом, сердцем и душой, для молодых я свой рождаю стих. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді тіл орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Для кого писал Абай? Абай кімге арнап жазған? Как понять фразу «для чутких слухом, сердцем и душой»? Мына сөйлемді қалай түсінеміз? Құлағымен, жан дүниесімен, жүрегімен сезімтал адамдарға. О мудрости Абая знает весь мир. Он сочинял стихи, поэмы, написал слова назидания. Его любимая фраза «Адам бол, будь человеком». Абай считал, что любовь, доброта и справедливость – это основа жизни. Абайдың даналығын бүкіл әлем біледі. Ол өлең жазған және қара сөздері бар Абайдың. Оның сүйікті сөз тіркесі «Адам бол, будь человеком». Абай махаббат, мейірімділік және әділеттілік бұл өмірдің басты құндылықтары деп есептеген. Спиши в тетрадь любимую фразу Абая. Абайдың сүйікті сөз тіркесін дәптерге жаз. Упражнение 2. Прочитай высказывание Абая. Абайдың сөзін оқы. Проверяй все сердцем. Упорство и труд всегда тебя спасут. Барлығын жүрегіңмен тексер. Табандылық пен еңбегің сені құтқарады. Запиши в тетрадь то, что тебе понравилось. Объясни. Дәптерге өзіңе ұнағанын жаз, түсіндір. Почему Абая называют мудрым? Абайды неге дана деп атайды? Упражнение 3. Прочитай отрывок из стихотворения Абая. Абайдың өлеңінен үзінді оқимыз. Зима, қыс. Белой шубе плечист, весь от снега седой, слеп и нем, серебристый большой бородой, враг всему, что живет с омраченным челом. Он скрипуче шагает зимой снеговой. Қыз ақ киімді денелі ақсақалды, соқыр мұлқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Как Абай описывает зиму? Абай қысты қалай суреттейді? Почему поэт называет ее врагом всему, что живет? Неге автор барлығына бұны жау деп есептейді? Түсіндіреміз. Объясняем. Упражнение 4. Зрительный диктант. Көрнекілік диктант. Великого казахского поэта Абай Кунанбаева знает и уважает во всем мире. Қазақтың ұлы ақыны Абай Кунанбаевты бүкіл әлем таниды және құрметтейді. Сколько слов в предложении? Сөйлемде неше сөз бар? Предложение есть два слова, которые отличаются от остальных. Сөйлемде екі сөз бар, басқаларынан айырмашылығы бар. Какие эти слова и чем они отличаются? Ол қай сөздер және қандай айырмашылығы бар? Упражнение 5. Подумай, ойлан. Запомни, как используется слово «один» с другими словами. Бір деген сөз басқа сөздермен қалай қолданылады? Я живу в доме, мен үйде тұрамын. Я живу в сельском доме, мен ауылдық үйде тұрамын. Я живу в одном из сельских домов, мен ауылдағы үйлердің бірінде тұрамын. Ты живешь в квартире, сен пәтерде тұрасың. Ты живешь в городской квартире, сен қалалық пәтерде тұрасың, қаладағы пәтерде тұрасың. Ты живешь в одной из городских квартир, сен қаладағы пәтерлердің бірінде тұрасың. Чем отличается городская квартира от сельского дома? Қалалық пәтер мен ауылдық үйдің айырмашылығы қандай?
Сделай дома постер «Мой дом» или «Моя квартира». Үйден постер жазамыз. Менің үйім немесе менің пәтерім. Упражнение 6. Творческая работа. Шығармашылық жұмыс. Если в твоем городе, в селе, есть памятник Абаю, узнай в дополнительных источниках его историю его создания. Если в твоем городе или в селе нет памятника Абаю, найди в интернете фотографии памятника Абаю в Алматы. Прочитай информацию о нем. Өзіңнің қалаңда немесе ауылыңда Абайдың ескерткіші бар ма? Соны біл. Және қосымша мәліметтерден ол ескерткіштің құрылу тарихын біліп кел. Егер сенің ауылыңда немесе қалаңда Абайдың ескерткіші болмаса, интернеттен Алматы қаласындағы Абайдың ескерткіші туралы оқы, тарихын оқып, айтып бер. Урок окончен. До свидания.